Сәлем, менің есімім Нұрбақыт, Шамшырақ каналына қош келдіңіз. Осы видеоны көріп отырсаңыз, сізге бала тәрбиесі және өзіне сенімді баланы өсіру қызық деген сөз. Осы видеода оң үлгі әдісіне арнап кіріспе жасайтын боламыз. Балаларымызды көңілдерінің құлазуынан, жаны немесе тәнінің ауруынан, солардан қорғаймыз деп, солардан алшақ ұстаймыз деп көптеген уақытты жоғалтып алдық. Олардың қайғырғанын, жылап жатқанын көру, жанының немесе тәнінің ауырып жатқанын көргенді соншалықты жек көретініміз рас. Дегенмен баланы осылай жақсы көре отыра, баланың жанының ауырып жатқанын мойындамай, оны тіпті болдыртпай және де үлкен эмоцияларды сезінуіне мүмкіндік бермейтін болсақ, баланың өсуіне де жол ашпаймыз. Баланың ата-анасы немесе қамқоршысы ретіндегі біздің жұмысымыз өмірден қорғау емес. Сол өмір беретін сабақтарды басынан өткізген кезіндегі эмоцияларды сезінуде, тәжірибе алуда баланың қасынан табу. Баланы жақсы көру деген, ол қиын кезде сезініп жатқан ашу, көңілі қалу, реніш, өкініш сияқты сезімдерді болдыртпау деп ойласаңыз, қателесесіз. Баланы жақсы көру дегеніміз өмір беретін бүкіл сынақтарды бастан өткізуге мүмкіндік беру. Яғни барлық қуанышты да, қайғыны да бастан өткізуге мүмкіндік беру. Балаға сыйлай алатын ең үлкен сыйлығыңыз баланың қуанышты сәтінде де, қайғылы сәтінде де барлық эмоцияларына арнап жүрегіңізде орын беру. Ыңғайсыздық туындаған кезде ыңғайлы жағдай жасай білу. Осы біздің үлкен сыйлығымыз болуға тиіс. Мұнда бір нәрсені есіңізде сақтаңыз. Баланың бүкіл эмоцияларын сезінуге жол беріп, оларды өзіңіз қабылдап, осылайша қолдау көрсеткен сайын баланың беріктілігін қалыптастырасыз. Ал сіз бен біздің мақсатымыз өмірде өзіне сенімді, берік баланы тәрбиелеп шығару. Егер видео сізге пайдалы деп есептесеңіз, сізден лайк басуыңызды және де каналға тіркелуіңізді сұраймын. Тамашалағаныңызға рахмет үлкен. Келесі кездескенше.